Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан өте дәмді және де жұмсақ болып шығатын панкейктердің рецептісін ұсынамын. Дәл осы рецептпен менде 34 штук панкейки шықты. Алдымен 2 жұмыртқамызға шекер салып, миксердің жай жылдамдығымен біркелкі масса етіп, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бөлме температурасында тұрған сүт, сұйық май және де азғана дәміне қарай тұз салып, миксермен тағы да жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Келесі кезекте міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды алдымен ұнның жартысын ғана саламыз. Оның үстіне шай қасықпен қамыр қопсытқыш салып, жақсылап миксермен бір араластырып аламыз. Және де жаңағы қалған ұнымыздың барлығын салып, миксердің жай жылдамдығымен тағы да жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің массамыз осы видеодағыдай қоймалжың қою масса болуы қажет. Бұл жерде маңыздысы ұнды сіздер массаңыздың қоюлығына қарай салыңыздар. Қазір видео барысында көрсететін боламын. Біздің массамыз осы видеодағыдай қоймалжың қою масса болуы қажет. Келесі кезекте табаны жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. Ешқандай сұйық май жағудың қажеті жоқ. Газдың орташа отында бір ас қасықты толтырып салып, панкейкиді пісіріп аламыз. Осылай ас қасықпен өлшеп салсаңыздар, сіздерде де осындай әдемі болып шығады. Және де дәл осы рецептпен 34 штук панкейки шықты. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балдарыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған әсел. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, рецепт пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, астына өз пікірлеріңізді қалдырып, және де осы видеоны өзіңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта басқа да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Баршаларыңызға рахмет.